Бәріне сәлем достар, сенімен бірге Плайзердан асу достар. Бүгінгі видеода біздер дейді Хаги-Ваги ойынды білетін шығарсыздар барлықтарың. Достар, короче, сол туралы біздер история айтатын боламыз достар. Видео бастамастан бұрын лайктарын басып, комментарий өз ойларыңды жазып, және бұл рас па, не өтірік па, или менімен ойынмен келісесіздер ме, жазып кетіңіздер. Достар, Хаги-Ваги қалай шықты? Біріншіден, ол Хаги-Вагидегі Поппи деген қуыршақты білетін шығарсыздар. Соны өзінің туған анасы дүниеге алып келеді. Дүниеге келгеннен кейін оның атын әкесі Поппи деп қояды. Ол неліктен екенін білмеймін, солай қойды. И потом ол қызға, короче, әкесі келіп ойыншық алып келеді. Сол ойыншықпен Лего ойыншық алып келетін тон. Сол Лего ойыншықпен ол ойнап отырып, бір кезде құрастырғыш құралмағаны үшін ол жынданып, қуыршақтарды ұрып, сындырып, қирата бастайды. Анасы әкесіне айтты: Поппи псих болып бастап жатыр, оның барлығы ойыншықтың кесірі деп айтады. Бірақ әкесі: ой, ол жай ойнап жатыр, кедергі жасамай-ақ қой деп мән бермейді. Осылай түнде ол адамдар қорқатын кино қарайды. Бір кезде оның терезесінен құс өтіп кетеді. Поппи сол құсты түнде өлтіріп тастап, таңертең анасы мектепке Поппиді алып бара жатқанда әкесіне айтады: құс, таңертең тұрсам, үйдің қасында құс өліп жатыр екен. Оны істеген Поппи болуы мүмкін дейді. Әкесі сонда: Поппи әлі ол кішкентай, ондай ешкімді өлтіре алмайды дейді. Сол кезде әкесі көлік айдап келе жатқан кезде Поппи арттан келіп: әкешім, мен айдайыншы, мен машина айдап білемін дейді. Сонда әкесі: сен әлі кішкентайсың, сен айдай алмайсың дейді. Ал Поппи болса: мен кішкентай емеспін, үлкенмін деп әкесіне жармасып өлді, біріп, әйтеуір дегенде бір әжейді қағып кетеді. Ол әже бірақ больницаға түсіп қалады. Полицейскийлер келіп штраф салады. Анасы қызымның кесірінен деп айтады, бірақ әкесі оны мойындамайды. Осылай Поппи психологиясы бұзылып бастайды. Осылайынан Поппи бір күні анасы өстіп жамандап, шындықты айта бергені үшін оны жұмыс жасап жатқан кезде, яғни робот жасап жатқанда, ол роботты жасап болғаннан кейін оны бояу керек болады. Сол бояйтын жерге келіп істеп жатқан. Ол бояуға Поппи есікті құлтап тастап, бояуға у салып жіберіп, құбыжыққа айналдыратын затты салып жіберіп, осылайынан ол анасына улайды да, және оны түтін розовый қылып тастап, розовый Хаги-Ваги жасайды. Осылайынан ол анасы жоқ болып кетіп, тек қана маскасы қалады. Ал анасы болса сол жердегі бір туннель сияқты бірдеңеге кіріп кетеді. Осылай әкесі анасының ондай болған білмейді әйелінің. Сондықтан ол қызын келесі күні өзінің кабинетіне қойып кетеді. Компанияда адамдар жұмыс жасап жатыр. Ал Поппи болса өзінің әкесінің комнатасында отырмайды. Яғни әкесі директор болып жұмыс істейді. Сол компанияның директоры сол жерге тастап кетеді. Ал қызы болса әкесінің кетіп қалғанын пайдаланып, ол болса кабинеттен шығып, барлық затты қиратып, ойыншықтар жасалып жатқан жерге келеді. Ол ойыншықты қараймын деп столды алады. Столды алғаннан кейін оны ойыншықтар жасайтын зауыт бар еді, ондай ойыншықты қуыршақтардың бөлшектерін айдап жүріп штауасайтын. Атын ұмытқам достар, комментарий жазып кетіңіздер. Дұрыс түсіндіре алмадым. Соған түсіп кетеді да, ол барынша айқайлайды. Адамдар көмекке жүгіріп жатқан кезде ол жетіспей қалады. Осылайша Поппиді ерте компаниядан ішіндегі робот адамдарға көмектесетін, яғни ол механик жасаған тон. Ол егерде ол қуыршақтың бөлшектері бір-біріне қосып тұрса, оны ажыратады. Солайынан Поппиді басын шауып жүріп, басқа қуыршақтың денесіне салып жібереді. Әкесі оған ызаланып, ашуланып, неге қарамайсыңдар деп ана-мынау жұмысшыларға айтады.
осылайынан әкесі Хаги-Ваги жасалынатын қуыршақтар компаниясына, яғни компания емес, ойыншықтар сондай ойыншық жасалатын жерге кіріп, ол әлгі Хаги-Вагидің қуыршақ ойыншық жасалынатын жерден жүндері, жіптері болады, көк, соны жинап тұрған жерге барады да, ішіне қарата сүңгіп кетеді. Осылайынан сол жерде өліп, қуыршақ айналады. Жаны сол қуыршақтың ішіне кіреді. Ал Поппи деген қызы болса, әлгі қуыршақта жаны болады, ол әлгі қуыршаққа айналып кетеді. Ал Хаги-Ваги ойында әкесі Хаги-Ваги ол қуыршақ қызын алдырмас үшін қорғайды. Осы Хаги-Ваги ойында осындай история бар. Әлгі Поппи деген қуыршақ ол Хаги-Вагидің қызы, сондықтан оны стекланың ішінде қашкетпес үшін сақтап қояды. Ал оны алып кететін болса, адам жеңетін болады. Сол ойында мақсаты сол ғана болатын. Осылайынан историямыз осылай болады, және жалғасы тағы да есіме түсіп жатса, қазір айтамын. Егер де достар сіздерге пиар керек болса, комментарийма жазып кетіңдер, пиар жасашы деп, мен любой тикток болсын, любой затқа пиар салам. Және де достар, менің каналымда новидан влог шықты, қараңыздар. Ол жерде біз айдалаға барып, қалбақ келдік. Достар, осылайынан біз еңбектеніп ақша табатын боламыз. Менің небәрі жасым 11-де, осылайынан ақша тауып жүремін. Балдармен, қасымда бір 10 жасар балдармен жүрем. Менен 1 жас кішілермен. Достар, солай. Ойынның мақсаты сондай. Ал сіздер байқадыңыздар ма? Ойынды ойнаған кезде әр ютуберде Розби Хаги-Вагиның суреті тұрады. Ал сол Розби Хаги-Ваги болса, ол Поппидің анасы болады. Поппи осылайынан маньякқа айналады. Және қуыршақтың әлгі роботтар тіріліп, қасында бір мысық ойыншық жүреді. Егер историяны қарағыларың келсе, неге кіріңіздер? Ютубқа кіріп, Крутой папа деп, Роблокстан бір фильмдер шығады. Сол жерде Хаги-Вагиның историясы сияқты заттар бар. Егер де соны нақты көргілерің келсе, қараңыздар, оныкі шынайы история, және де ода адамдар барып көрген, балдар, сондай компания болған. Әкесі солай маньяк болып кеткен, ал анасы қалай ойында жоқ екенін оны әлі ешкім білмеген. Және де достар, келесте Том Бен солар туралы видео салатын боламын. Солардың ащы шындықтарын айтамын, достар. Сондықтан да каналға тіркел, қоңырауға бас қойып, келесте видео шыққанда сіздерге хабарлайды. Ал ендеше достар, сіздермен болған мен Плайвизер анасы, достар, қош сау болыңыздар. Анаға лайктарын басып, комментария жазып, осы история шынайы ма, или менікі жалған бекен? Мен естігенім бойынша, мен түсінгенім бойынша осындай болады. Және де мен Крутой папа дегеннен де жартысын көріп алдым. Және мақсаты не екенін де білдім. Ал ендеше сау болыңыздар.